Бүгін сосиски тесте жасаймыз. Видеоны аса лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып алып, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық тұрыш, 2 ас қасықтай қант салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қаймақ саламыз. Қаймақ салып, жақсылап араластырып шығамыз. Алдын ала илегіштен ұнымызды өткізіп алып, ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосып шығамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамырғып илеп шығамыз. Қалған жарты бөлек ұнымызды қосамыз, және де жұмсақ қамыр болғанша илеп шығамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 1-2 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып, бөліп, доңғалатып шығамыз. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз, және де ортасына сосискімізді салып, видеодағындай көрсетілгендей қылып жасап шығамыз. Екі жағын пышақпен тіліп, видеодағындай көрсетілгендей қылып жасаймыз. Сосиски тестеміз өте әдемі болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Осылай барлығын жасап аламыз. Шамалы көтерілуге қоямыз. Қызып тұрған майға 2 жағын пісіріп, қуырып, сарығып, қуырып аламыз. Сосиски тестеміз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.